көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Сабағымызды бастамас бұрын бәріміз кәнекей шаттық шеңберін жасап жіберейік. Кәнекей ортаға шығайық. Достарым, қайырлы таң достар, шеңберге тұрайық, жылылық сыйлайық. Доброе утро, учитель, доброе утро, друзья. Посмотрите друг друга, ожидайте добра. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I would like to see you. Күніміз сәтті. Қай сабақ? Әдебиетті оқу. Өте дұрыс айтасың. Біз әдебиетті оқуда не оқып, не біліп жатырмыз? Білім. Оқу. Әртүрлі жазушылардың өлең шумақтарын. Дұрыс айтасың. Әртүрлі жазушылардың өлең шумақтарын оқып, жаттауды, оқуды үйреніп жатыр. Мен де әдеттегідей бүгін де әдебиеттік сабағы. Мен сендерге қазір мынандай қағаз стикерлер таратамын, иә? Не үшін таратып жатыр деп ойлайсыңдар ма? Бәрің оқып отырыңдар. Ішінде әртүрлі жазулар бар. Соны оқып, мән беріп қарап отырыңдар. Енді ана жаққа қарайтын болса, 2 күннің суреті тұр. Мен сендерге таратқан стикерлердің ішіндегі сөздерді оқи отырып, анау күнге барып, не істейміз? Жақсыреміз. Дұрыс айтасыздар. Кәнекей, Каусар, сөздерді оқыда тез жақсырақ ода. Ұрлық. Ұрлық. Кезіктесіз. Өсек. Мына жаққа өте ол. Мейірімділік. Мейірімділік. Адалдық. Адалдық. Жақсы. Яғни, мінекей балалар, сендер жаңа алдарына таратылған стикердегі сөздерді тақтаға барып білдіңдер. Жарайсыңдар, сөздерді ажырата алады екенсіңдер. Бір күн қандай болып тұреді? Дұрыс айтасың, бір күн күліп тұр, бір күн ашуланып тұр. Яғни екеуіне сендер сөздерді ажыратып білдіңдер. Енше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не деп ойлайсыңдар? Не Сен айта қойшы Айсұлтан, өзің ойың қандай деп ойлайсың? Менің ойымша жақсы бен жаман. Айсұлтан. Енше әдебиеттік оқуымыздың 44-ші бетін ашамыз. Аштыңдар ма? Жақсы деген немене? Жаман деген немене? Кәнекей, енді осыны біз жақсы деген не екен, жаман деген не екен, жік-жігіне ажыратамыз бүгін. Яғни топқа бөлінеміз. Бірінші топқа мен беремін жақсылық туралы. Екінші топқа жақсы деген не, жаман деген не, яғни өз ойларыңды сурет арқылама, ертегі арқылама өз ойларыңды ашып жазасың. Тамаша балалар, сендер топпен жақсы жұмыс жасаласыңдар. Байқап жүрміз, суретті керемет салатын суретшілер екенсің. Яғни әр топтың өзінің критериялары болу керек, иә? Кәнекей, Каусар айтты ғой, сенің тобының критерийі қандай еді жұмыстар бойынша? Біз сурет саламыз, мәтін құрамыз және оны айтамыз. Мағжан, сендердің топтың критерийі? Біздің топтың критериясы сурет саламыз, жазамыз, айтамыз. Жәнеке, сендердің топтың? Біз жақсы деген не дегеннен сурет саламыз, мәтін құраймыз және де мақал құрамыз. Енді соның бәрін жасадыңдар ма қазір? Жасадыңдар. Ал енді жұмыстарыңды қорғаймыз. Кім дайын? Қай топ дайын? Айбек
талдарды жұлып жатыр, шөптерді таптап жатыр. Мына жерде үлкен апайға көмектеспей жатыр. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы. Жақсыға тең жоқ, жаманға ем жоқ. Жақсы сөз сүйіндіреді, жаман сөз күйіндіреді. Жақсы, кәнеке балалар. Сурет саламыз және мәтін құрап, соны айтамыз. Айта ғой. Мына жерде бір бұзық бала әдемі кітапты жыртып жатыр. Бұл әдепсіздік және бұзықтық. Мына жерде анасы баласына, бала маған су әкеп берші деп, анасын айтқан баласы тыңдап, анасына су әкеп жатыр. Жақсы көргенін, жаман бергенін айтады. Мейірімділік, сыпайы, адал, ұқыпты, еңбекқор жатады. Мына жерде Анел кішкентай талға су құйып жатыр. Мына жерде Марат әжейді жолдан өткізіп жіберді. Біз мақал жақсыдан үйрен, жамандан жирен. Топпен өте тамаша жұмыс жасадыңыз. Енді әр топ өзіміздің бағамызды бағып қойып жерге. Бірінші топқа қандай деге бағамыз? Тамаша. Екінші топқа? Үшінші топқа ше? Бәрі де жақсы. Ал балалар, топпен жұмыс жасадық, жақсылық деген не, жамандық деген не екенін білдіңдер. Енді бәріміз тақтаға қарайық. Тақтада бүгін бір ертегіні бейнетаспадан көреміз. Сол ертегіні тыңдайсыңдар, сосын жұппен жұмыс жасайсыңдар. Жақсылап тыңдаңдар. Не туралы айтылғанын бір-бірлеріңе айтып бересіңдер. Мұқият тыңдаймыз, әйтпесе, жақсылап тыңдамаса, білмей қаламыз, кәнекей, көріп бастайық. Ертеде күйік деген қалада бір шебер ұста өмір сүріпті. Ол ағаштар әбен заттар. Оның бұл әрекетінен көңілі қалған қария ашуланған күй шығып кетеді. Бұл оқиғадан соң біраз уақыт өткенде ауыл арасында ана ұстаның байлығы қандай көп болса, сараңдығы да сондай қатты адам екен деген қауыз жүрді. Ауылдастарының өте берді. Адамдар сол уақыт аралығында қасапшының тегін ет таратпай жүргенін байқайды. Таң қалған олар қасапшыдан бұның себебін сұрайды. Сонда қасапшы бір-бірімізге жұппен жұмыс жасап көрейікші, кәнекей, бір-біріне не түсінгендері туралы айтыңдар. Балалар, жаңа бейнетаспадан тыңдаған мәтініміз, яғни ертегімізде ұстаны халық не деп ойлады? Халыққа қымбат қылып не істеді? Оны халық ойлап қалды, ол қызғаншақ саран деп. Бірақ ол шын мәнісінде адал, кеңпейіл адам. Жақсы көргенін айтады, жаман бергенін айтады деген мақал осыған ұқсайды. Ол кімге беріп отырды тапқан табысын бәрін? Мағжан? Қасапшыға беріп отырды. Қасапшы? Қасапшы кедейлерге ет таратты. Қасапшы кедейлерге ет таратып отырды, Ол қайтыс болғаннан кейін? Қасапшы енді ет таратуын қойды. Мінекей, көріңдер ма балалар? Ұстаны адамдар, халықтар сараң, түк бермейтін, қатты адам деп айтты, бірақ шын мәнінде ұста ақпейіл адам еді. Онда емес еді. Бүгін біз қандай сабақ өтті? Жақсылық деген не, жамандық деген не туралы өтті. Енді бүгін сабағымызды қорытындылайды. Біз шаңырақ әдісі арқылы қандай жақсылық туралы, жамандық туралы мақал мәтелімізді білетінімізді осы шаңырақ әдісі арқылы қорытындылаймыз. Кәнекей, кім біледі мақал мәтел? Мағжан, келе ғой. Яғни жақсы сөз сүйіндіреді, жаман сөз күйіндіреді. Яғни шаңырақты бірінші бақан арқылы жоғары көтереді. Әрқашанда қазақ шаңырағын жерге қоймаған. Ер бала шаңырақты биікке көтерген. Кәнекей, тағы да кім біледі? Айсұлтан, келе ғой.
Екі жақсы қосылса, өлгенше дос болады. Яғни шаңырақтықтан кейін не қойылады, не тігеді? Уықтарды қадаймыз. Жан-жағына уықтарды, мақал-мәтелді дұрыс айтқан оқушы, мынау жан-жағындағы уықтарды қадап отырады. Келесі. Келе ғой Ақмарал. Жақсы көргенін жаман бергеніңді айтады. Жақсыға сөз батады, жаманға шөп батады. Жақсыға сөз батады, жаманға шөп батады дейді. Келе ғой Күміш. Аяна. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Айгүл. Тағы да Азамат. Жақсылық пен жаман егіз. Яғни көрдіңіз ме балалар? Шаңырағымызды биік көтердік, жан-жағына уығын қададық. Бұл ненің арқасында деп ойлайсыңдар? Мақал-мәтелдерді жақсылап айтып едік, шаңырағымыз биік көтерілді. Яғни шаңырағымызда тек қана жақсылық бола берсін. Шаңырағымыз әрқашан биікте көтерілсін. Жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды балалар.